Сәлем достар, сіздер Тілеуімбет Нашнардың арнасындасыздар. Арнамда әртүрлі бағытта түсірілімдер болғандықтан лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Дәл бүгінгі видеода осы тұрған диванға, мына 4 жастығына және диванның өзіне 2 көрпеше 3D құрақтарымен бірге құрап шығатын боламыз. Мына тұрған 4 жастықта 8 түрлі 3D құрақтары болады, сондықтан күтіңіздер, бірге құрап шығуға шақырамын. 3D құрақтары әдемі түсу үшін ең маңыздысы түс үйлесімдігі. Менің алған маталарым, бірінші бізде мынандай ашық түсті мата керек болады. Темный светтегі және осы 2 матаның ортасындағы түсі осындай мата алып таңдадық. Сондықтан осы 3 түсті мата, бұлардың ені 2,80, әрқайсынан 1 метрден 3 метр әзірше алдым. Қаншалықты жететін жұмыс барысында сіздерге айтатын боламын. Достар, бисмилләмізді айтып құрағымызды бастайық. Дәл осы жастық түрін құрайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші керектісі бізге тең 3 бұрыш. Оны жасау үшін жоғарыдағы ссылкаға өтіп 6 бұрышты жасап алыңыз. Мен алған газеттің көлемі 15-15. Сондағы тең 3 бұрыштың қабырғалары 7-8 сантиметр болып шықты. Дәл осы газеттен жасап алған 3 бұрышыңыздың арасына мына видеода көрсетілгендей клейді жағып, газетті қатайтып алыңыз. Дәл осы 3 бұрышпен өте көп жұмыс жасайтын боламыз. Кеттік ендеше, матаны тегіс жерге әдемілеп жаямыз да, осы 3 бұрышымыздың биіктігімен, мінекей видеода көріп отырғандарыңыздай, сызықтарды белгілеп аламыз. Белгілеп қойған сызықтарымызды метрмен әдемілеп қосып, түзу сызығымызды сызып, дәл осы сызық бойына әдемілеп қиып аламыз. Дайындап алған жолақтарымыздың үстіне жаңағы шпырышымызды қойып, мына видеода көріп отырғандарыңыздай, жаңағы ромбты осылай сызып аламыз. Мінекей тең 3 бұрыштан 2 шығады қосқанда ромб. Достар, бұл құрақтың түрі әдемі шығу үшін осы дайындайтын детальдарымыз өте дәлдікті талап етеді. Сондықтан достар, әдемілеп асықпай деталь. Сонымен детальдарымыз дайын болды. Бастапқы 2-3-ін тігіп аламыз. Содан кейін қалған детальдарымызды анықтап алу керек, араласып кетпесін. Қараңыздар. Мінекей біреуін былай қойып атқанда, мына велюрлар, көрдіңіз бе? Әртүрлі түс береді. Сондықтан мейлінше бір қалыпты болғаны дұрыс. Мінекей қарап отырыңызшы, міне ана көкпен сәйкес келмейді. Міне бұлай қойсаң, анаумен бірдей. Сондықтан түстерін осылай бір рет ыңғайлап алыңыздар. Міне ауыстырып, сосын қалай осы жинадыңыздар, тура солай бірінің үстіне бірін қойып, одан кейін аса дәлдікпен тігуге тырысыңыздар. Өйткені жастығыңыз немесе құрағыңыз дайын болған кезде түстері мүлдем басқа болып кетеді. Сондықтан
Міне осылай біркелкі түстегі етіп тігуге тырысыңыздар. Велюр маталар осындай екі түс береді хамелеон. Міне қараңызшы. Қарап қойып көрсеңіз, міне екі түс, мынау қоңырлау, анау ақшылдау болып тұрады. Сондықтан мұқият қарап алыңыздар. Енді дәл осыны әдемілеп қойып алып тігіп бастайық. Түсініктірек болу үшін матаның үстіне міне сызып қойдым ручкамен. Сол сызықтардың түйіскен жерлеріне дейін басы мен аяғын жеткізбей тігеміз. Барлық құрақтың сызықтарын осылай бас аяғын жеткізбей тігесіз. Мінекей достар, алғашқы екі түсті бір-біріне қосып алдық. Енді қараңыздар, үшінші түсті жалғайтын боламыз. Бұл жерде қазіргі тілмен айтқанда лайфхак айта кетейін. Әр детальдарды жалғағанда осылай бұрышынан, міне видеода көріп отырғандарыңыздай, оңнан солға қарай, міне осы бұрыштан, всегда осы бұрыштан төмен қарай қосып отырасыздар. Міне үшінші түсті қосатын кезде, қай кезде қоссаңыздар да, қолыңызға түскен детальды қарап алып қосатын кезде тек қана осы ортасындағы бұрыштан шетке қарай, оң жағыңызға қарай тігесіз. Арасында мынандай тігістердің кезінде өтіп кеткен тігістер болса, алдыңғы бір петлядан ерінбей мына жіпті кішкене суырып босатып алыңыз. Әйтпесе бірін-бірі қысып қалып, ол детальдар әдемі қосылмаса, 3D құрағымыз әдемі шықпай қалады. Сондықтан міне видеода көрсетіп отырғандай, артық кішкене бір петля артық тігіліп кетсе, соның өзі қысып қалатын болады. Сондықтан міне ерінбей сол жерді кішкене босатып жіберіп, үшінші түсті қосқан кезде міне ортасын ашып, сосын міне всегда осы бұрыштан былай қарай, оңға қарай қоссаңыз, құрағыңыз әдемі шығады. Ал енді қосайық. Мінекей әдемілеп, қандай детальді қоссаңыз да, осы құрақта басы мен аяғын 5-6 миллиметрдей жеткізбей, бастап жеткізбей бітіріп отырасыз. Міне. Сонда келесі құрайтын қосатын детальдарыңыздың орны болу керек. Мінекей көрдіңіз. Міне, сонымен осылай қосылады бұл детальдар. Екеуін бір-біріне беттестіреміз де. Никогда мына басынан тікпейміз былай қарай. Мынадан былай қарай тіксек, бұл әдемі болады. Мына екеуін беттестіріп алдында, мынадан былай қарай тігемін. Қазір мынаны егер мынаның үстіне бұлай қосатын болсаңыз, онда тоже мына жерден бұлай қарай тігесіз. Мынаны алып, мынадан бұлай қарай тігесіз. Сол кезде ол түзу түседі. Никогда мынадан бұлай қарай тікпеңіздер. Мінекей барлық дайын болған детальдарымыздың тігістерін қақ жарып, әдемілеп үтікпен басып үтіктеп аламыз. Үтіктеуге ерінбеңіздер. Сонда әдемі шығады құрақтарыңыз. Мінекей сонымен бәрін біріктіріп дайындап алған құрағымыз дайын болды. Осы жастықты қаптап жатырмыз ғой. Мінекей үстіне келтіріп қоямыз. Және жаңағы артық детальдарымызды қазір ана орындарын толтырамыз мынандай. Міне бір деталь тігілген, соны төменгі тігісті сөгітіп, мінекей мынау
жартысы осы оң жағына, жартысы сол жағына кетеді. Сол кезде тегістеледі. Жаңағы детальдарымызды әдемілеп төменгі жағын сөгітеміз де ашық түсті ромбекті тең ортасынан бөлеміз. Мінекей. Сонда бұл деталіміздің жарты түсі өз орнына оң жағына, екінші жартысы мына сол жағына. Қазір әдемілеп тіккенде мыналар тегістелетін болады. Дәл осылай қалған детальдарды тағы да сөгітіп орнына қойып тегістеп шығамыз. Енді мұны төменгі жағын, бұрыштарын қиып алып тастаймыз. Қазір тегістеп сызғышпен сызып аламыз. Дәл осы бұрыштарын, ұштарын қиып тастаймыз, тегістеп. Содан кейін жаңағы қойған детальдарды әдемілеп орнына тегістеп тігіп аламыз. Сонымен достар, жастығымыздың алғашқы беті дайын болды. Қалған құрақтарды менімен бірге құрайын десеңіздер, пікірлеріңізді, жылы лебіздеріңізді комментарийда күтемін. Назарларыңызға рахмет. Менің әдемі видеоларымды жіберіп алмау үшін лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар.